Сәлем достар, әдеттегіндей ғаламат тың ақпарат пен қызықты оқиға біздің арнамызда. Қолданып жүрген қарапайым заттардың не үшін қажет, қандай белгілері бар, қандай құпиялары, қандай ақпараты бар екенін білмейміз, иә? Мен бүгінгі санда сіз білмейтін тағы да бірнеше ақпаратпен бөлсем. Тиындар, тиын шетіндегі жолақтарды білесіз бе? Әлде мән бермедіңіз бе? Алайда тиынның алғашқы пайда болған кезінде онда ешқандай жолақтар, бейнелер, жазулар болмаған. Тиынның шетінен ұрылар кесіп алып, оны қайта өңдеп, қайта тиын жасаған. Сол ұрлықты азайту үшін және болдырмас үшін көптеген өнер тапқыштар түрлі тәсілдер мен айлалар ойлап тапқан. Бірақ өкінішке орай ешқандай шешімі табылмады. Исаак Ньютон бұған керемет тәсіл ойлап тапты. Тиынның шетіне көптеген жолақтар өткізді. Грунт тәсілі деп аталады. Сол жолақтан кейін ұрылар ешқандай механикалық түрде оны қайта кессе де, сол грунт тәсілін жасай алмады. Демек, сіз алтынды қайта өңдеп бере алмайсыз. Немесе монетаңыздағы шетіңіздегі алсаңыз, оны өндіріске өткізе алмайтын болғансыз. Метро, сауда үйлеріндегі эскалаторлар. Эскалаторлардың шетіндегі қара жолақтар не үшін керек? Басым бөлігі оны аяқ киім тазалау үшін деп ойлайды. Алайда ол үшін емес. Эскалатордың шетіне қатты жақындамау үшін арнайы қосалқы қорғау ретінде қолданған. Себебі сіздің аяғыңыз қатты су болып, немесе одан су ағатын болса, сізді тоқтатуы мүмкін. Ол сіз үшін, сіздің қасыңыздағы, тіпті эскалатордың барлығында орналасқан адамдар үшін қауіпті. Сондықтан да қара жолақ ол аяқ киім тазалау үшін емес. Қауіпсіздік ережелерін сақтаңыздар. Ол сізді тоқтан қорғау үшін арнайы жасалған. Жаңа аяқ киім сатып алған кезде қораптың ішінен силикагель, яғни сорбент, кішкентай ғана ақ мойшақтарды байқайсыз ба? Ол не үшін арналған? Немесе жануарлардың қорабында қолданылады. Бір сөзбен айтқанда, керемет зат ылғал мен өзіне жаман иістерді тартып алады. Ол сол үшін арнайы қолданылады. Сәндік немесе дизайн үшін емес. Шапка төбесіндегі помпон әдемі, сәндік шешім. Бірақ ол сән үшін, дизайн үшін қолданбаған. 18 ғасырдың ортасында оны арнайы дизайнерлер моряктар үшін қолданған. Себебі моряктар төмен жерде орналасқан қайықтарда жүреді, үнемі басын соғып алып қатты жарақаттана берген. Помпондар арқылы олар өте қатты соғылмай, жиі жарақаттанбайтын болған. Ал кейін әскери киімдерде формаларда қолданды. Яғни түсіне байланысты сіз әскердің қай құрамда, қандай санатта және қандай должностьта екенін анықтай алатын болғансыз. Түсі арқылы әрине. Өшіргіштің көк және сары жағы. Сіз қалам өшіретін өшіргіш таптым деп, жаңалық аштым деп ойлап жүрсіз ғой. Бірақ мен сіздің көңіл күйіңізді түсірейін. Ол олай емес. Сары жағымен міндетті түрде қарындашты өшіруге болады. Яғни жұқа қағаздағы қарындашты өшіресіз. Ал көк жағы қалың қағаздағы қарындашты өшіруге арналған. Жұқа қағаздағы қаламды өшірмейді. Ол бар болған жұқа қағазды жеп тастап, сіздің дәптеріңізді деформацияға ұшырады. Яғни тесіп тастауы мүмкін. Демек, біздің қиялымыздағы қалам өшіретін өшіргіш әлі шыққан жоқ. Кейбір көйлектердің артқы жағында сіз бір түйме, алдыңғы жағында қосалқы жағасында екі түйме байқайсыз, иә? Және де кейбір көйлектердің артқы жағында ілгек бар. Яғни ол не үшін? Дизайн бе, сән бе, партияның бір белгісіз шешімі ме? Алайда бұл тек қана моряктарға арналған киім болған. Себебі ол жерде гардероб немесе киіміңді бүктегеннен кейін қайта киюге, мұжылып қалатын, үтіктеуге мүмкіндік болмаған. Сондықтан да олар киімін тігінен ілу үшін арнайы алдынан емес, артқы жағынан ілгек жасаған. Және партияның тағы бір шешімі кез келген галстуктарды ұстап тұру үшін алдынан және артынан қойылған түйме арқылы оларды фиксировать еткен, яғни тұрақты түрде галстукты ұстап тұрған. Сондықтан да ол дизайнердің керемет шешімі болған. Қазіргі кезде көбінесе оны тек сән үшін қолданады әрине. 10 ғасырда түймелер ойлап табылған. Ол кезде әйелдердің түймелері және ер адамдардың түймелері болып, оң сол жаққа бөлінген. Неліктен деп ойлайсыз ғой? Бұл дизайнерлік шешім емес. Бар болғаны, ол кезде тек қана байдың әйелдері түйме жасап, киім тігуге мүмкіндік болған. Және олардың өзінің қызметшілері болған. Сондықтан да байдың әйелдері өздерінің түймелерін қадамаған. Сол үшін сол жағына түймелерін орналастырған. Себебі көмекшілер таққан кезде оң жағынан оларға тағуға ыңғайлы болған. Ал ер адамдар түймелерін өзі салатын болған. Сондықтан да олардың түймелері оң жақта орналасқан. Әлі күнге дейін дизайнда ол шешім бар, әйел адамдарында сол жағында, ер адамдарында оң жағында түйме қалыптасқан. Достар, біз сіздермен қоштаспаймыз, тек келесі шығарылымға дейін аман болыңыздар. Комментарийда қызықты деректермен, тың ақпараттармен бөлісіңіз. Келесі шығарылымда міндетті түрде соны атап өтеміз.
ерекше арнадағы ерекше ақпарат арай райспен.